Геометриялық прогрессияның қосындысының формулалары бойынша есептер шығару. Геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы S тең B1 көбейтілген Q-дің n дәрежесі алынған 1 бөлу Q алынған 1. Бұл формула геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы деп аталады. Егер геометриялық прогрессияның еселігі бірден кіші және шексіз сан болып табылатын болса, онда оның қосындысы S тең B1 бөлінген 1 алынған Q формуласы бойынша есептелінеді. Бұл формуланы шексіз кеңмелі геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы деп атайды. Енді осы формулалар бойынша есептер қарастырсақ, B1 1-ге тең, еселігіміз 3-ке тең болатын геометриялық прогрессияның алғашқы 4 мүшесінің қосындысын табу керек. Онда 4-ші мүшесінің қосындысының формуласы бойынша жазатын болсақ, B1 бұл 1-ге тең, Q-дің 3 дәрежесі алынған 1, 3 алынған 1. Алымын есептесек 26 бөлімі 2, сонда 13, ендеше бұл прогрессияның алғашқы 4 мүшесінің қосындысы 13-ке тең болады екен. Екінші есеп. B1, 8, B3, 2 тағы сол сияқты тізбек берілсе, геометриялық прогрессия бұның белгісіз мүшелерін табу керек. Бұл жағдайда біз геометриялық прогрессияның қасиетінің формуласын пайдаланамыз. Яғни 3-ші мүшеміз өзінің алдындағы және өзінің кейінгі мүшелердің көбейтіндісінен квадрат түбір тапқанға тең. Яғни B3 тең болады. Квадрат түбір астында 8 көбейтілген 2, яғни 16, одан 4 шығады. Ендеше 3-ші мүше 4-ке тең. Енді бірінші мүшені табу үшін екінші мүшені сол қасиетке салатын болса, ол бірінші мүше мен үшінші мүшенің көбейтіндісінен квадрат түбір тапсақ екінші мүшеге тең. Ендеше 8 тең болады. Квадрат түбір астында B1 көбейтілген 4. Бұдан екі жағын квадраттап жіберсек 64 тең болады B1 көбейтілген 4-ке. Бұдан B1-іміз 16-ға тең болып шығады. Ендеше тізбектегі бірінші мүшеміз 16, үшінші мүшеміз 4-ке тең болады екен. Үшінші есебіміз бірінші мүшесі 4-ке тең, еселігі 3-тен 1 болатын шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысын табу керек. Екінші формула бойынша S тең B1 бөлінген 1 минус Q формуласы бойынша орнына қойсақ 4 бөлінген 1 алынған 3-тен 1. Бұл тең болады 4 бөлінген 3-тен 2-ге. Бұл бөлуді орындасақ 6-ға тең болып шығады. Ендеше бұл прогрессияның қосындысы 6 санына тең болады екен.